Сәлем достар. Бүгін біз дубайский шоколад жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге қағаз керек. Мен де айтып берген қағаз бар екен. Дубайский шоколад қатты үлкен болмайды. Үстіне қара өшкін, мына жерде қара бар. Сосын сызғыш, тағы карандаш, қайшы, мындай цветтер. Жасылдан менде 59, 59, 31 және 21. Екеуі қайсы жабдық солай көреміз. Ал кеттік. Ең бірінші бізге қағаз алу керек. Міне бір парақ жібітеді. Шығарып тағы. Ал енді бүйтіп дубайский шоколадты сызып аламыз. Анақта мен сіңлем жылап отыр. Ал енді қазір мен қалайсыз? Неше сантиметр болып сызатынын қазір айтамын. Қазір бірінші сызып алайын. Сосын сіздерге көрсетемін бұны қалай сызатынын. Мен келдім. Бұл қалай неше сантиметрден? Міне жазып қойдым, мына жері 18, ал мына жері, сосын мына жері 10 сантиметрден. Сөйтіп сызып аласыздар. Мен қасымда сіңлім отыр. Қысқонтай. Өтіп сызып аласыздар. Сосын ал енді бұны бояймын. Сосын үстінен барып плиточкаларын саламыз. Маркем сызып Artı uçtuk boyap şans ber. Етіп енді мына сызғышпен бүйтіп ортасында боламыз. Менде 17-5 болып қалыпты, 18 деп бояғанмын. Менде онда 8-5 болады. Сізде 18 деп жазып қойсаңыздар 9 деп не істейді? 9 сантиметр болады. Сөйтіп енді 9 сантиметрді не істейміз? 2-2-ден бөліп тастаймыз. 2 сантиметрден сызып шығамыз. Мынау 2 сантиметр болады. Мынау да 2 сантиметр болады. Қара ручкамен сізге көп яғады. Мына жерде 2 сантиметр. Мына жерде 2 сантиметр. Өйтіп сызып шығамыз, сосын соңынан оның бәрін қосып башқасын сызып қалып қоямыз. Бәрін қосамыз. Қазір енді бұларды сызып шығамыз. Енді бұларды сызамыз дейді. Міне осындай шықты. Енді бұны 10 сантиметр болса, бұны қайтадан 2 сантиметрден бөліп шығамыз бүйтіп. Бұныкі тез болады. Ұзын болды. Сөйтіп бұны бүйтіп сызып шығамыз. Бірдей сызып алып. Мына осындағы бізде шықты. Енді оның үстінен бүйтіп чуть-чуть жабықтау жасылмен бүйтіп нәрсе
өтіп сыршыламыз. Міне өтіп күшті нәрсе болды. Sarmısız vermiş. Өйстіп сызып қоямыз да, бұны енді скотчтаймыз. Міне скотчтап шығамыз қазір. Бүйтіп скотчтап аламыз. Қача. Болды. Бұның бәрі скотчталды. Енді бұны қиямыз. Тағы бұның артын істеу керек. Біз башына қиып алайық, сосын артын істейміз. Енді қойып шоколадты бірінші рет жасап қойылады. Шоқпын. Бір рет жасап көрген, бірақ та қанша бес шықты. Екінші рет жасап жатырмын. Бұл видеоны сіздерге көрсетіп тұрсаңыздар. Қиып алдым. Ал енді оны қоя тұрайық. Ақтап бір парақ кетейік. Артынан бір қарау алсақ. Бағана бір алдында қарау беріп қойдым. Өзі алып жатып қалады, артынан алсақ. Енді бұны дәл солай істейміз. Міне осындай тағы біреу шықты. Бұны да қиып аламыз. Тез қиып алайық. Бұдан кейін ішінде жасыл бір бәлесе бармыз. Начинка үшін сондай жасаймыз. Сосын кәдімгі шоколадты практикасы көрсетейік. Мынандай жерлеріне істейтін бармыз. Мындай істейміз, мынандай ортасын өйстіп қайтса. Бағана біз ортасын 9 сантиметр берсек қой. Соны ұстаймыз. Ананы қиып болды. Ал енді мындай жасылмен кәдімгі несін жасаймыз. Ол үшін қайтадан қарақ керек болады. Чекки sevyorum seni arıyordukça. İşte evet değil mi? İşte ne isteyemez. Mына жері 10 сантиметр, мына жері 3 сантиметр болсын. Я 3 сантиметр болсын. Өздеріңіз білесіздер. 2 сантиметр қыласыздар ма, 3 сантиметр қыласыздар ма? 4 сантиметр қатты екен. Кетенді. Өздеріңіз білесіздер. 3 сантиметр қылсаңыз. Спортпен. Өйстіп сызып алдық, тағы біреу керек. Сосын қоңырдан екеу керек. Төртеу істеп аламыз сондан. Сіздерге айтып қояйын, аяғы 3 сантиметр, ал мына жері 10 сантиметр. Өйстіп төртеу сызып аламыз. Мінекей, бұларды енді бояймыз. Осына бір парақ қойып алдым. Ал енді бағанағы жасылмен және де бальчик шоколадты бояған қоңыр түспен бірінші налмен, мынаны жасылмен, сосын қалған екеуін қоңырмен бояп шығамыз. Тағы да бізге шетіне бар емес па? Мынандай шетіне тағы керек болады. Оны қазір мынаны істеп болған соң жасаймыз. Мінекей. Ал енді бұны қоңыр цветпен мені біреу бояп алдым, жаңағы бояп бітпегенімді бояп тастайық. Бұл достар, мыналар ше, мынада шетке екен, ал екеуін сызып алып, мынаны қысқа саламыз. Мына жерге екен, енді қазір мына жерге істетеміз. Мынау жасылдарды ше, өйтіп қысқарта саламыз. Қоңырларды енді қысқартамыз. Қоңырлар мына бетіне де керек болып қалады. Бұларды енді скотчтап шығамыз. Міне скотчтап шықтық, енді бұлардың бәрін қиямыз.
Бұларды бүйтіп қиып шықтық. Енді мыналарға нелерді жабыстырып шығайық. Бұлар бүйтіп тұрады. Ешқандай етіп жабыстырамыз. Бұлардың бәрін алып тастап тұрамыз. Жабылып тұрған ештеңе етпейді. Енді қағазды біз мындай ұстамызды қағаздың шетіне оны бірінші жасап аламыз. Осылай жабыстырып алайық. Содан кейін соларды жасаймыз. Енді екіншісін қазір жабыстырайық. Мына жерге қазір біз енді жасаймыз. Мына жерде жабыстырайық. Өйстіп қалшы, мынаған да бетіне жабыстырамыз. Тағы қазір тағы екі жасау керек. Мына қазір Болып шығарып істеп көп уақыт кетеді. Көп уақыт кетті. Бір бөлікті қазір қолын жасаймыз. Соның ішінен наполнитель саламыз да. Содан кейін ішіне салу керек. Қазір енді жаңағы қоңыр жерін сантиметр болмай. Короче, бағанағыдай істеп шығамыз. Мен мынаны бояп скотчтап алдық. Енді қиямыз. Мыналарды қиып болдық. Енді жабыстырамыз. Бірінші мынандайды аламыз да. Бүйтіп жабыстырып қойдым. Енді дәл солай мына бетке де жабыстырып аламыз. Жабыстырамыз. Мына жерде кішкенесі дұрыс емес бопты, сосын енді